сәлеметсіздер ме? Жанға жылу арнасының тыңдаушылары. Сіздерге өмірден алынған әңгімені баяндап берейін. Лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Аспан бүгін өзгеше. Таңертеңнен бері бұлт қабағын түйіп алғандай жер бетін басып тұр. Ауада жаңбыр иісі бар. Ылғал топырақтың, жасыл шөптің, алыс таудағы қарағайдың иісі бір-біріне араласып, тынысты терең алғызады. Кешкі салқын самал баяу еседі. Терезенің кішкентай саңылауларынан ішке кіріп, перденің етегін баяу тербетеді. Сыртта шеткі бақта жапырақтар сыбырласады. Әлдебір бұтақтан екінші бұтаққа қарға ұшып өтіп қатты қарқылдайды. Ол қарқал ауылдың тыныштығын бөліп жүргендей, тіпті әлдебір белгі бергендей сезіледі. Алыстан ауыл шетінен аттың тұяғының дүбдірі естіледі. Қайта тынады. Бір сәтте барлық дыбыс өшкендей, тек ішкі бір сезім алда бір өзгеріс болатынын ескерткендей, тыныштықты қалыңдатып жіберді. Үй ішінде бәрі өз қалпында. Ас бөлмеден шәйнектің ыстық буы көрінеді. Пеш үстінде жайлап қайнап жатқан тамақтың иісі мұрынды жарады. Бірақ осы көріністе бір беймәлім алаң бар сияқты. 10 жасар Әли сабақтан келе жатқанда-ақ аспанның бұлттанып тұрғанын байқаған. Ауылды кесіп өтетін тар жолмен асықпай жүріп келе жатып, алыстан өз үйінің шатыры көрінгендегі жүрегі бір түрлі жылынып қоя берді. Ол қақпадан кіріп, аяқ киімін шешіп, сөмкесін бөлмесіне тастай салды. Анасынан үйде не дайындап жатқанын сұрамай-ақ ас бөлмеге кірді. Ағаш үстелдің үстінде шәйнек буы бұрқырап тұр. Шынаяққа шай құйып, алдындағы кішкентай табақтағы бауырсақтан бір-екеуін алып, жайлап жей бастады. Шайдың хош иісі бөлмені жайлаған. Терезе сыртында жел сәл күшейіп, жапырақтардың сыбдыры естіліп тұр. Сырттан бір сәтке алыстан балалардың күлкісі естіліп, қайтадан тынды. Әли ыстық шайынан бір ұрттап, бауырсақтың жұмсақтығын сезініп отыр еді. Сол сәтте қас бөлмеден әлсіз, бірақ анық естілетін жөтелдің даусы шықты. Алғашқыда ол мән бермегендей болды. Бірақ жөтел қайтадан, бұл жолы қаттырақ шыққанда жүрегі шым ете түсті. Сол дыбыс Әлидің құлағына суық хабардай тиді. Ол кішкентай шынаяғын үстелге асығыс қоя салып, орындықтан тұра берді. Шайдың бетіндегі бу әлі тарқамай тұр. Бірақ оған енді шайдың дәмі де, иісі де сезілмегендей болды. «Анашым!» деп ол абайсыз дауыстап жіберді де қас бөлмеге қарай жүгірді. Әли бөлменің есігін итеріп ашқанда жүрегі зірк ете қалды. Төсекте жатқан анасы тым әлсіз көрінді. Бұрынғыдай жүзінде жылу жоқ, қоқыл тартқан өңі бірден көзге түсті. Ерні құрғап, жарық сәулеге қарап, бір сәт демін ішіне тартып алғандай. Демі жиілген, әр тынысы ауыр, кеудесі көтерілген сайын жанын қинап тұрғаны анық сезіледі. Әлидің бойын бір сәтте үрей биледі. «Анашым, сізге не болды?» деді ол дірілдеген дауыспен жанына жақындап. Анасы көзін сәл ғана ашып, баласына әлсіз жымиғандай болды. «Балам-ау, су!» деді әрең естілер сыбырмен. Ол сөздер Әлидің жүрегін одан сайын қысқандай. Баласы бір сәт ойланбастан ас бөлмеге қарай жүгірді. Шыны стақанды сөреден алып, су құйып, асығыс қайтып келді. Су толы стақанның ішінде тамшылар жарыққа шағылысып, дірілдеп тұр. Әлидің қолы қатты қалтырап кеткен. Ол суды анасының ерніне тақап, ақырын ұсынды. Анасы суды әрең жұтып, көзін бір нүктеден айырмай қалды. Тіпті сол сәтте бөлмедегі барлық дыбыс өшіп кеткендей, тек анасының әлсіз тынысы мен баланың дүрсілдеген жүрек соғысы ғана бар. Әлидің қолы суықтап кеткендей, денесі бойлап мұздап бара жатқан сезеді.
Ол анасының жағдайының өте ауыр екенін түсінді. Анашым, сәл шыдаңызшы, қазір жедел жәрдем шақырдым, анашым, деді ол даусының дірілін жасыра алмай. Телефонды қолына алғаны сол еді. Саусақтары бағынбай дірілдеп тұр. Нөмірді терген сайын бір түймешені қате басып қояды. Көзінен жас шығып, нөмірді анық көре алмай, тіпті телефонын түсіріп ала жаздады. Анашым, шыдаңыз, өтінем, қазір келеді, деді ол көз жасын қолының сыртымен сүртіп. Бөлмеде бәрі тым-тыныш еді. Тек сағаттың баяу бір қалыпты тықылы ғана естіледі. Сол дыбыс та бір түрлі ауыр естіледі. Әр тықыл уақыттың тым баяу жылжып жатқанын сездіргендей. Әли анасының жанына отыра қалып, көзін одан айырмады. Әр дем алғанда кеудесі қиналып көтеріліп, қайтадан баяу түседі. Бала соны көрген сайын жүрегі сығылып, демі ішіне тығылып қалғандай болады. Терезеден сыздап салқын ауа баяу еніп тұр. Ол леп баланың бетіне тиіп, денесін тоңазытып жібереді. Бірақ ол орнынан қозғалмады. Тек анасының қолынан ұстап отыр. Сыртта жел күшейе түскендей, жапырақтар бір-біріне соғылып сыбырлағандай болады. Алыстан иттің әлсіз үргені естіледі де қайта тынады. Барлық ауылда бір сәтке өмір тоқтап қалғандай сезілді. Әлидің ойына сан түрлі сұрақтар келді. Неге қазір? Неге анамның жағдайы бұлай болып қалды? Мен не істей алам? Жедел жәрдем қашан келеді? Оның бала жүрегі қорқыныштан кішірейіп кеткендей. Тіпті тынысын да қатты шығара алмай, үнсіз ғана отыра берді. Сағат тілдері баяу жылжиды. Әр минут бір сағатқа тең. Әлидің ішіндегі үміт пен қорқыныш бір-бірімен арпалысып тұр. Ол анасының бетін сипап, анашым, бәрі жақсы болады, деп сыбырлады. Бірақ өзі де сол сөзге толық сеніп тұрған жоқ еді. Дәл осы үнсіздік үстінде кенет сыртқы есік сықыр етіп ашылды. Соққы леппенге ішке бір ауыр қадам еніп келді. Табалдырықтан әкесі көрінді. Қара торы, қабағы қатулы, көзі өткір. Есікті жауып, бөлмеге бір сәт үнсіз қарап қалды. Әлидің жүрегі тарс ете қалды. Әкесі ештеңе демей, тікелей оның көзіне қадалды. Ол көз қараста бір түрлі ауыр сұрақ, түсініксіз ренжіс бардай сезілді. Не болды? Деді ақырын, бірақ даусындағы салмақ баланың жанын қарып өткендей. Әлидің тілі байланып, бір сәт демін жұтып қалды. Әке, мен дегеннен ары сөз шықпады. Әкесінің жүзі бірден қатайып, ашу қабағына үйді. Сен бала, бірдеме істедің бе? Деп жақындай түсті. Қолын белдігіне апарғанда Әлидің бойын суық қорқыныш биледі. Әли көзін тайдырып еденге қарады. Жауап бермек болып аузын ашқанда кенет сырттан көрші апайдың даусы естілді. Оу, Әли, үйдесің бе? Дауысы бір түрлі алыс, бірақ анық естіліп тұр. Әкесі кенет тоқтап қалды. Қарасы бір сәтке бұлдырап, бейнесі қою түтінге айналғандай болды. Бөлме бір сәтте түнереніп, қабырғалар бір-біріне жақындай бастағандай сезілді. Әли көзін ашып жұмып қалды. Тек төсегінде жатыр екен. Терге малшыныпты. Терезеден күннің алғашқы сәулесі түсіп тұр. Түсім екен ғой, деп сыбырлады ол өз-өзіне. Бірақ жүрегіндегі қорқыныш пен әкесінің көз қарасы әлі де сол қалпы анық сезіліп тұр еді. Күндер өтіп жатты. Әли әлгі түсті бір түрлі ыңғайсыздықпен еске алса да, бұл тек түс қой деп өзін жұбатты. Мектеп, сабақ, достар, бәрі әдеттегідей. Бірақ жүректегі әлгі салмақ толық кете қойған жоқ. Сабақтан кейін үйге қарай асығып келе жатты. Күн ыстық, қатты шөлдеді. Үйге жетсем, салқын су ішіп, шай ішсем, демалам дегендей оймен үйге қарай жүгіре жөнелді. Есік жартылай ашық тұр екен.
Әдетте анасы қарсы алатын. «Апа!» деп дауыстады. Жауап жоқ. Үйге ентелей кіре бергенде ас үй жақтан бұрын соңды естімеген үн шықты. Қатты дауыс, ашулы, әкесінің дауысы. «Не айттым саған?» деді бір сәтте гүр етіп. Одан кейін ыңырсыған әйелдің дауысы, шар етіп сынған ыдыс шашты. Әлидің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Есікке таяп келді. Ас үйдің есігі жартылай ашық еді. Көз алдында анасы бұрышта бүгіліп отыр. Әкесі үстінен төніп тұр. Жаңа ғана қолын сілтеген, көзінде ашу ғана емес, әлдене бақылаудан шыққан таныс емес бір кейіп. Әли тұрып қалды. Дәл түсіндегідей, бірақ осы жолы шынайы. Дәл сондай үн, дәл сондай ауыр ауа, дәл сондай қабырғалар қысылып бара жатқандай сезім. Жүрегі ауырып кетті. Бұл түс емес, бұл шын. Ол үнсіздікке төзбей бір сәтте «Әке!» деп айғайлады. Әкесі жалт бұрылды. Көздері Әлимен түйісті. Сол сәтте уақыт тоқтағандай. Көз қарасында таңданыс, ашу, бірақ бір сәтке әлсіздік те байқалды. Әлидің жүрегі зырқ ете түсті. Ол өзі байқамай алға бір қадам жасады. Даусы дірілдеп шықты. «Әке, қойыңызшы!» Әкесі үндемеді. Қолындағы затты жай тастай салды да қабырғаға сүйене қалды. Біраз үнсіз тұрды. «Мен шаршадым», деді ақырын. Даусы бұрынғыдай емес, әлсіз, жансыз. Анасы еденнің шетінде бүк түсіп отыр. Көзінде жас. Бірақ Әлидің даусынан кейін ол да басын көтеріп әкесіне қарады. Бөлмені үнсіздік басты. Тек сағаттың тықылымен Әлидің жүрек соғысы ғана естілді. «Сен бәрін көрдің бе?» деді әкесі көзін тайдырмай. Әли басын изеді. «Иә, көрдім», деп қорқынышпен емес, ішіндегі әлдебір түсініксіз батылдық сөйлеп тұрғандай болды. Уақыттар өтіп жатыр. Сол көріністер енді тосын емес, үйреншікті нәрсеге айналып бара жатты. Әкесі анда-санда ашуланып, қол көтеріп алады. Анасы үндемейді. Тек көз жасқанақ. Әли бірдеңе дей бастаса, «Сен түсінбейсің», деп басын шайқайды. Бірақ Әли ішінен үнсіз жарылып жүрген. Сол үнсіздік бір күні төзімін үзді. «Мама, кетейікші. Мама, мына жерден кетейікші, осы жерден, осы үйден, осы өмірден, анашым». Анасы басын төмен түсіріп, біраз үнсіз отырды. Сосын әрең сыбырлады. Қайда барамыз, Әли? Ақшамыз жоқ, туыстар да алыс». «Білмеймін, мама, бірақ мен осындай өмір сүргім келмейді. Сіз де өмір сүріп жүрген жоқсыз. Тек шыдап жүрсіз, мама, анашым». «Балам, ол сенің әкең ғой. Ол жаман емес. Тек кейде шаршайды, кейде ашуланып кетеді. Бірақ жүрегі жаман емес», дейтін анасы әр жолы. Әли үндемей тыңдайтын, бірақ жүрегі бұған сенбейтін. Себебі әр шаршаған күні анасының жанарындағы жасқа айналатын. Жылдар өтті, Әли өсті. Әр жаңа күн ол үшін өз болашағына бір қадам. Ол ұмытқан жоқ, бірақ тоқтап та қалған жоқ. 11-ші сынып. Сыныптастар кешке дайындалып жатты. Ал Әли кітаппен, жоспармен, армандарымен. Қаланы, бостандықты, тыныш өмірді көкседі. Күткен күн келді. ұбт, стипендия, жатақхана, университет. Станцияда анасы ескі сөмкені ұстап тұрып, «Балам, барған жерде әкеңді ұмытпа, ол да сені жақсы көреді»,
Иә, мама, деді Әли. Бірақ бұл сөз тілде ғана еді. Жүрек мүлде басқаны айтады. Пойыз жүрді. Әли терезеден ауылға қарады. Өмірінің ауыр, бірақ мықты еткен мекені. Ол енді басқа өмірге бет алып бара жатты. Әли қалада өмірін жаңадан бастады. Жатақхана, жаңа достар, басқа әлем. Бірақ ол бәрін ұмытқан жоқ. Университетті оқып жүріп, сонымен қатар тыс уақытта кафеда курьер, онлайн жұмыс істеп ақша тапты. Жалақы алған сайын анасына аударды. Бірақ бір күні анасы телефонмен әлсіз дауыспен: балам, ақша әкеңнің қолына түсіп қалды. Білмеймін, ішіп кетті, деді. Әли үнсіз қалды. Тыныштық ұзаққа созылды. Жүрегі ауырды. Бірақ ол таң қалған жоқ. Мама, неге бердіңіз? Қатты ұрсып еді. Телефонды жұлып алды. Әли телефонын жай қоя салды. Қолдары қалтырап кетті. Жетістікке жетіп келе жатса да, өткеннің көлеңкесі ілесіп келе жатты. Іштей: мен мұны өзгертуім керек, мен бұл шеңберді үзуім керек, деді. Ол анасына тікелей емес, досы арқылы қолма-қол ақша жіберетін болды. Енді ешкім тартып ала алмайтындай етіп. Практиканың 3-ші аптасы болатын. Әли әдеттегідей науқастардың тізімін қарап отыр. Бір фамилия көзіне оттай басылды. Айымгүл С. Тегі таныс. Жүрегі дір етті. Бала тағы кіріп, есікті жай ашты. Жатыр. Ауруханалық киіммен, көзі шаршаған. Бірақ бұл анасы еді. Мама! Анасы жалт қарады. Көздері шаңға толы. Бірақ таныды. Балам. Анам екеніне күмән жоқ. Жұқа көрпеге оранып, әлсіз жатыр. Әлидің көз алдында бәрі елестеді. Түндегі үнсіз жылағаны, қолындағы көгерген іздері, кетейікші деген сөзі. Неге айтпадыңыз? Деді Әли ақырын. Ауруханаға түскеніңізді. Айтқым келмеді, деді анасы. Мазаңды алғым келмеді. Сен оқуыңмен жүрсің ғой. Анасы ауруханада емін алып жатты. Бірақ әлі күнге дейін әкесі жайлы ойлап уайымдайтын. Ол қиын кезде шаршап кетті деп жүрегі алаңдайтын. Емделіп, әл-ауқаты жақсарған соң ауылға қайтуды ойлайды. Бірақ Әли оған ақша жіберуден бас тартты. Мама, қалада қал. Сенің осында болуың керек, деді ол. Кенет ауыр хабар жетті. Әкесі ішімдікке қайта оралып, есінен танып құлаған екен. Сол күйі ол қайтыс болды. Бұл жаңалық анасы мен Әли үшін ауыр соққы болды. Кешіре алмаймын, деді Әли жүрегінің бір бұрышында. Бірақ өмір жалғаса береді. Бұл қасірет оның шынайы ер заматқа айналуына ұмтылыс жолындағы сын болды. Әли оқуын аяқтап, сол ауруханада жұмысқа орналасты. Күнделікті ауыр еңбек, науқастарға көмектесу оның өмірінің мәні болды. Бір күні анасына қарап: мама, мен саған келін әкелемін, деді. Анасының көздері жылтырап, жүрегі жылынды. Бұл неткен керемет жаңалық, балам. Мен қатты қуанып тұрмын. Сенің бақытты болуың мен үшін ең үлкен сый. Әлидің жаңа өмірі басталып, өткеннің ауыртпашылығы артта қалды.
ал алдында үміт пен махаббаттың жаңа кезеңі еді. Жағдайлары жақсарып, өмірі орнықты. Үйде сәбидің дауысы жайлап естіліп, шаттық пен қуанышқа толы болды. Әлидің анасы немересін құшақтағанда жүрегі мүлдем басқа бақытқа толды. Күндері күннен күнге әдемі өтетін болды. Ешқайда уақыт жоқ, өйткені іштегі қуаныш пен жауапкершілік бар. Қиын күндер артта қалды. Естеріңде болсын, қандай да қиындық болса да, міндетті түрде жарық келеді. Жай ғана шыдамдылық пен сенім керек. Жарыққа жол ашылмайды, жарыққа сенім керек. Өмірдің ауыртпалығы артта қалғандай еді. Әлидің үйі баланың күлкісіне толы болды. Анасы немересін қолына алған сәтте ешқашан ұмытпайды. Ол көз жасын жұтып, ішіндегі барлық уайымды ығыстырды. Күндер бірінен кейін бірі бақытты өтетін. Әли мен оның келіншегі бірге балалар тәрбиелеп, отбасының берекесін арттырды. Әли өз жұмысында да көп еңбек сіңірді. Науқастарға шын жүректен көмектесіп, әрдайым жақсылыққа ұмтылды. Кейде өз өткенінің қиын күндері есіне түссе де, ол бұл сәттерді тағдырдың сынағы деп қабылдады. Өйткені ең қапалы түннің артынан әрқашан таң атып, күннің жарығы төгіледі. Анасы да қатты өзгерді. Ол енді өткенге өкініп емес, бүгінгі күнге шүкіршілік етіп, болашаққа үмітпен қарады. Немересінің күлкісі, баланың шуақ толы үйі оған жаңа күш берді. Әли үшін бұл жаңа өмірдің бастамасы. Ол мұны терең түсінді. Өмірдің шын мәніндегі құндылығы отбасы мен махаббатта, бір-біріне деген сенім мен қолдауда. Енді ол өзіне сенімді, мықты ер азамат болды. Қиындықтар оған күш берді. Ал өмірдің жарығы үміт пен махаббат. Естеріңізде болсын, қиындықтар қанша жерден ауыр болса да, олардың артынан міндетті түрде жарық келеді. Сеніміңді жоғалтпа, жүрегіңді ашық ұста. Шынайы күш қиындыққа төтеп беріп, одан өтіп, жаңа күнге қарай қадам басуда. Әңгіме жүрегіңізге жақын тисе, лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркеліңіздер. Келесі әңгімеге дейін сау саламатта болыңыздар. Ізгі ниетпен жанға жылу арнасы.